Қайырлы күн, құрметті менің подписчиктерім. Райгүлдің каналына қош келдіңіздер. Бүгін біз осындай әдемі узор үйренеміз. Қараңыз, қандай әдемі, е? Оң беті осындай болса, теріс беті осындай. Екі жағы да әдемі болып тұр, е? Көрдіңіздер ғой, е? Керемет. Ал ендеше бастайық. Мен мына жерде 15 көз алдым. Ал, бісміллә деп бастайық. Біріншіні іліп аламыз. Бірінші жіпте біз 3 теріс тоқимыз. 1, 2, 3. Сосын 2 оң. 3 теріс. 2 оң. Және 3 теріс. Мінекей. Соңғысын оңға тоқып жібереміз. Келесі бетінде тура суреттегідей қылып тоқимыз. Оңды оң, солды сол қылып тоқимыз. Екі теріс, 3 оң. Ал келесіде енді біріншіні іліп алдық. Енді 3 теріс тоқимыз. Енді мына 2 оң бар ғой. Осы екеуін айқастырып тоқимыз. Мына жіпті былайына іліп алып, мына жіпті жіберіп, мына арт жағынан іліп алып, өстіп айқастырып, оңға тоқып жібереміз. Түсінікті ғой, е? Енді 3 терісті теріс қылып тоқимыз. 3. Жаңағыдай тағы да мына жіпті, екінші жіпті іліп алып, екінші көзін. Мынаның арт жағынан іліп алып, екеуін айқастырып, оңға тоқып жібереміз. 3 теріс. Соңғысын оңға жібереміз. Түсінікті ғой, е? Енді теріс жағында бәрін теріс қылып тоқимыз. Оңды оң, терісті теріс қылып тоқимыз. Ал, енді бұл бетінде бәрінде де оңға тоқып жібереміз. Басынан аяғына дейін. Өстіп оңға тоқимыз. Теріс жағында бәрін теріс қылып тоқып жібереміз. Өстіп аяғына дейін тоқып шығамыз. Енді келесі бетінде тағы да оң бетінде оң, теріс жағында теріс қылып тоқып, тағы да 2 қатар тоқимыз. Көрдіңіздер ғой, енді теріс жағында теріс қылып тоқимыз. Өстіп аяғына дейін тоқып шығамыз. Ал, мінекей, узорымыз шықты. Мына жерде айтудан кеттім, мына жерде 4 қатар болса, мына жерде де 4 қатар. Түсіндіңіздер ғой, е? Басында айтудан кетіппін мен. Қазір
мына жерде бірінші қатарында біз тағы бір қайталап жіберейік. Бірінші қатарында біз 3 теріс 2 оң қылып тоқимыз. 2 оң, 3 теріс 2 оң, 3 теріс. Енді теріс бетінде оңды оң, терісті теріс қылып тоқимыз. Бұл екінші қатар. Өстіп, аяғына дейін тоқып шығамыз. Енді үшінші қатарында қазір өндіріп алдық. 3 теріс. Мына енді жаңағыдай мына айқастырамыз. Мына оңға қаратып, мына екінші көзді іліп алып, мынаны жіберіп, арт жағынан іліп алып, өстіп айқастырып, оңға тоқып жібереміз. Мінекей, түсінікті ғой, 3 теріс. Тағыдан екеуін айқастырып жібереміз. Мінекей, бұл үшінші қатар. 3 теріс. Енді төртінші қатар. Төртінші қатарда біз суреттегідей оңды оң, терісті теріс қылып тоқып жібереміз. Өстіп аяғына дейін тоқып шығамыз. Ал енді 4 қатар оң бетінде оң, теріс бетінде теріс қылып, өстіп 4 қатар тоқып шығамыз. Мына жерде мына оң бетінде оң, бетінде оң қылып бәрін тоқып жібереміз. Теріс бетінде бәрін теріс қылып тоқып шығамыз. Өстіп, теріс қылып, аяғына дейін тоқып шығамыз. Сол кезде суретіміз әдемі болып шығады уже. Мінекей, көрдіңіздер ғой, енді тағы бір қатар оң бетінде оң, теріс бетінде теріс болып шықса, сол кезде шамалы үлкейіп, осындай болып әдемі болып шығады. Көрдіңіздер ғой, суретте әдемі шығып тұр. Мынада да көрсеңіз, міне. Мынау үлкені. Әдемі болып тұр, көрдіңіздер ғой. Ал сонымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Лайк басып, комментарий қалдырыңыздар, подписка жасаңыздар. Сау, саламатта болыңыздар. Келесі кездескенше.